Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Ақжан Батыр атты ертегіні тыңдайтын боламыз. Ертеде бір бай болыпты. Малы өте көп екен. Әсіресе жылқысы сондай көп болыпты. Жылқысының саны 6 айғыр үйір болыпты. Жаз өтіп, күз таянғанда жылқыларды бағу қиынға түседі. Бір жағынан жылқыларға қасқыр тисе, екінші жағынан жылқыны шетінен білдірмей ұрлайтын бір ұры пайда болады. Бай қыстың таянып келе жатқанын ойлап, қар түскенде жылқыларды далаға бақтыру мақсатында әрі күнделікті жоғалуын тыю үшін жылқы бағушы адам іздеуге кіріседі. Сол кезде елге аты шыққан жылқышы, әрі батыр, әрі мерген, мал дегенде жалғыз торы аты бар, Ақжан деген батыр бар екен. Ол туралы бай ести сала Ақжанның үйіне барады. Ақжан батырға жалынып, 6 үйір жылқымды бақып бер, қыстан аман есен алып шықсаң, бір айғыр үйір жылқының ақың үшін аласың, дейді. Ақжан батыр, қасыма 5 кісі бер, дейді. Бай, қасыңа өзімнің інімді берем, қалған 4 жылқышы ауыл адамдары болады, дейді. Ақжан батыр құп деп торы атына мініп байдың ауылына келеді. Содан кейін ол түгел санап 6 айғыр үйір жылқыны 5 кісі бақташысымен қарамағына алады. Бұдан кейін бұлар қостанып 6 айғыр үйір жылқыны шөбі қалың, суы мол, қопалы жерге айдап келеді. Қопаның ішінен ыңғайлы жерге жылқышылар 6 қанат киіз үй тігеді. Онда тамақ ішеді, басы артық киім-кешектерін қояды, кезекпен демалады. Боран күндері паналайды. Күн артынан күн, ай артынан ай өтіп жатады. Бірақ жылқы ішінен жылқы жоғалу деген болмайды. Күндердің бір күнінде Ақжан батыр 6 үйір жылқымен жалғыз өзі қалып, қалған жылқышыларды үйге тамақтануға қайырады. Кешке қарай 5-еуі келісімен бір ту биені сойып, етін тайқазанға салып, киіз үйдің ортасына жерошаққа асады. 5-еуі етті пісіріп жеп жайғасып болған соң жылқыға бармақ болады. Бірақ байдың інісі ту биенің етіне тойған соң ұйқысы келіп ауырады да киіз үйге оранып үйде қалады. Қалған 4-еуі аттарына мініп жылқыға барып Ақжан батырдың үйге тамаққа жібермек болып жөнеледі. Бұлар барған соң Ақжан батыр үйге қайтады. Оның торы аты сондай жүйрік болған екен, дейді. Тіпті алдынан кеткен қараға жетпей тынбайды екен. Артынан қуған қараға ешбір ізін білдірмейді екен. Ақжан батыр атын желдіртіп келе жатса, 6 қанат киіз үй орнынан 4 сүйем жоғары көтеріліп, астынан оттың сәулесі көрініп тұр екен, дейді. Есіктің тұтқасына таман қарсылай жүрсе, үйдің нақ ортасында жалғыз көзді дәу қолына үйде қалған байдың інісін алып, оны отқа қақтап жеп отыр екен, дейді. Ақжан батыр киіп кетіп, жалғыз көзді дәудің тап көзінен көздей отырып, саржанмен атады. Сол кезде дәу 6 қанат киіз үйді көтеріп ала жөнеледі. Бақса, Ақжанның жолдастары жылқыға үйден аттанысымен дәу үйге келіп, қазандағы етті жеп, одан кейін киізге оранып жатқан жалқауды ұстап алып, отқа қақтап жей бастаған екен, дейді. Бұдан кейін Ақжан батыр дәудің ізіне түсіп, соңынан қуғанда отырған екен. Таң қараңғысы болған кезде барып, таудың үңгіріндей бір інге кіреді. Ақжан батыр атын қаңтара тастап, қолына саржасын ұстап, дәу үңгірге кіреді. Көп жүрмей-ақ қолы жалаңаш дәудің денесіне тиеді. Сүйреп алып шықса, дәу өліп қалған екен. Көңілі тынған Ақжан батыр құйғытып жолдастарына келеді. Оқиғаны түгелдей айтып, киіз үйін қайтадан құрып тігіп береді. Ақжан батыр жолдастарына: мен елге барып, байға болған оқиғаны айтайын. Бұл дәу 3 ағайынды дейтін еді, қалған 2 тумасы маған келер, сендерге тимес. Жылқыны жақсы бағыңдар, мен барып қайтайын, дейді.
Жолдастары мақұлдап қош айтысып, Ақжан батырды шығарып салады. Елі салт аттыға 3 күндік жол екен дейді. Ақжан батыр шыққан күні кешке бір ауылға қонбақ болып келіп түседі. Кешке түскен үйіне бір жат адам келіп, Ақжан батырмен сөзге кіріседі. Әлгі жат адам кетерінде Ақжаннан кешке қай жерге ұйықтайтынын сұрап, өзі бұның қасына жатқысы келетінін айтады. Ақжан батыр оған есіктің алдына ақ жадағайымды айқара жамылып, торы атты беліме байлап жатармын дейді. Ақжан батыр мұның жат адам екенін сезіп, түнде есіктің алдына томар ағаш тастап, оның үстіне ақ жадағайын айқара жауып, атын томарға байлап, өзі есік алдындағы сайға жасырынып, саржасын қолына ұстап, бақылап отырады. Түн ортасы ауған кезде аспаннан бір үлкен қара құс ұшып келіп, ат байлаулы тұрған томарды келе бүреді. Ақжан батыр саржамен атып қалады, дәу томарды сүйрей жөнеледі. Атына мініп ізімен Ақжан батыр барса, өліп те қалған екен дейді. Одан кейін қонған үймен қоштасып, Ақжан батыр бақытымен еліне жөнеледі. Келесі күнінде жолда қонған үйінде осындай оқиға болады. Сонымен 3-ші дәуді де өлтіреді. Ақжан батыр еліне жетіп, барлық болған оқиғаны айтады да, және байға байдың інісін дәу өлтіргенін айтады. Бай інісінің өлгеніне жылап, малдарының аман қалғанына қуанып, елін жинап, той жасап, ат шаптырады. Ақжан батыр да кері оралып, жылқыға барып, жолдастарымен байдың жылқыларын айдап әкеліп, байға тапсырады. Бай жылқыларын аман алып шыққаны үшін, дәулерді өлтіргені үшін Ақжан батырға келісім бойынша бір үйір жылқы береді. Ақжан батыр бір үйір жылқыны үйіне айдап келеді. Бұрын басынан өткен қиыншылығы ұмытылып, Ақжан батыр барша мақсатына жеткен екен дейді. Еңбек етсең, дұрыс ет деген мақал осыдан қалса керек. Құрметті оқырмандар, Ақжан батыр ертегісі осымен аяқталды. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.